Ең күрделі мәселе осы жақында ғана орталық бұқаралық ақпарат құралдан теледидар көрсетілген болатын. Шу ауданы бойынша біраз елді мекендер, ауыл әлеуметтік нысандар газға ауыстыру мәселесі өте күрделі болып отыр. Жаңағы тартылатын газ аппараты жұмыстары атқарылғанмен 2019 жылдан келе жатқан жобаның өздері қымбаттауына байланысты жалпы 16,4 миллиард теңге қаржы корректировка өткен болатын. Осы мәселе өте күрделі болып отыр. Бірақ оған қарамастан облыс әкімдігі тиісті қаражат бөлді. Енді өкінішке орай бұл жұмыстар жылдың соңына қарай толық шешім таппаса да, келесі жылы шу агресс мәселесі толық шешім табылатын болса, жаңа айтып отқан әлеуметтік нысандар газға ауыстыру мәселесі толық шешім табады. Екінші, өкінішке орай 2024 жылғы Жамбыл облыстық энергетика басқармасы шу ауданы әкімдігін бірлесе отырып 16 шақырым жылу магистраль құбырлы ауыстыру мәселесі өте маңызды болды. Құны 2,1 миллиард теңге. Осы жобалар кезінде қолдау таппады, бірақ осы жерге келіп, бүгінгі таңда осы жобалармен танысып шықтық. Облыс әкімдігімен жоқ келісін нақтылау барысында бұл мәселе өте күрделі болып отыр. Үшінші мәселе, жақында ғана осы халықтың ортасында Белбасар ауылынан бастап Қайнар, Көк Қайнар ауылындағы тұрғындардың өте айтып отқан үлкен наразылығы бар. Бұл екінші жыл қатарынан бітпей келе жатқан 56 шақырым бар өзіміздің Благовещенко шу жолы республик маңызы бар. Бүгінгі таңда Қазавтожол мекемесінің бастығымен хабарласып, мердігер өзі қойған талаптарын орындамаған үшін келісімшарт бұзылатын болатын. Келесі жылдан бастап бұл жоба арқаға жалғасын табады. Бірақ осы бір жыл қатарынан мүлдем ешқандай жұмыс атқарылған бүгін қол жеткіздік. Өзіміз Қазавтожол мекемесі мердігерге тиісті айыппұл сот мәселесімен айналысып жатыр. Келісімшарт бұзылатын болды, бірақ ол енді жұмыстар жүрсе де халықтың ортасында дер кезде күткен шаралар қол жетімсіз қалып отыр. Осындай мәселелер ертең біз тағы да осы бағана қордай, бүгін енді шу аудандамыз. Ертең өзіміздің жоспар бойынша жалпы проблемалы 2-3 мектеп бар. Ол жерде проблема болғанда жұмыстардың инфраструктурасы аудан әкімдігі толық орындаумен мердігердің кішкене отставаниясы бар, бірақ оны бүгін қарап танысып шықтық. Құжаттарымен негізі ол нысан өтпелі екен. Сол себептен бұл ешқандай бұзушылық жоқ. Осындай жұмыстар ертең біз толық жоспарға сәйкес аралайтын нысандарымыз бар. Оның ішінде ең күрделі мәселе қаржыны бюджет комитеті болғаннан кейін біздің ең маңызды мәселесі республика деңгейінен бөлінген қаражаттар тиімді мақсатсыз жұмысқа халықтың игіліне жаратып алса, ол бізге бәрімізге үлкен қуаныш. Проблемалар бар, проблема толық анықтап, сенат депутат қабырғасына депутаттық сауалда, үкімет сағатында да осы мәселе толық шешім табады деп біз есептейміз.